Ажырасқан кезде кредиттер қалай бөлінеді? Заңгер жалдайсыз, мемлекеттік баж салығын төлейсіз. Сондықтан сотқа дейін жеткізбей өзара шешкендеріңіз әрине дұрыс. Сол несие ажырасқан сәтте егер қарызыңыз тағы да қалып жатса, қарыздар да солай жұмыс істейді. Яғни егер сіздер неке уақытында қарыз алсаңыздар, әйел адам қарыз алады да еркегіне айтпайды, өзінің жұбайына айтпайды, өзінің керегіне жұмсайды. Сіздермен бірге заңгер Шыныбаев Марғұлан ажырасу темасын жалғастырамыз. Ажырасқан кезде несие, кредит қалай бөлінеді? Қараңыздар, некеге тұрғаннан кейін егер сіздер несие алсаңыздар, және сол несиеңіз ажырасқан уақытта өтеп бітілмесе, сол несие, кредитті заң бойынша ерлі-зайыптылар әйелі мен күйеуі теңде жабу керек. Заңына келетін болсақ. Бірақ әрине сіз өздеріңіз келісіміңіз арқылы күйеу жабатын қылып, жаңағыда әйел жүре беретін деп келіседі көбінесе. Сондықтан бұл жерде сіздер түсініп алуыңыз керек. Сотқа барсаңыз шығындаласыз бәрібір. Заңгер жалдайсыз, мемлекеттік баж салығын төлейсіз. Сондықтан сотқа дейін жеткізбей өзара шешкендеріңіз әрине дұрыс. Бірақ шешілмесе, енді амалсыз сотқа барамыз. Осындай жағдайда не істейміз? Қараңыз, некеге тұрдыңыздар, некеге тұрғаннан кейін қандай да бір несие алсаңыздар, сол несие ажырасқан сәтте егер қарызыңыз тағы да қалып жатса, сол қарызыңызды мысалға сіздің мойныңызға асып қойса, сіз оны төлейтіндей мүмкіндігіңіз жоқ. Не істейсіз? Ол кезде жаңағындай жұбайыңызға ұсынасыз. Айналайын, мына несие бар, несиені төле. Ең жоқ деген жартысын төле. Егер ол төлемей қойса, онда сотқа арыз жазуға болады, жаңағы несиені ортақ деп тауып, және сол несиенің жартысын, 50%-ын екінші жұбайыңыз төлеуге міндеттесін деген сотқа арыз жазса болады. Сөйтіп, жаңағындай несиенің 50%-ын сіз төлейсіз, 50%-ын сіздің жұбайыңыз төлеу керек болып қалады. Түсіндіңіз ғой? Қарыздар да солай жұмыс істейді. Яғни егер сіздер неке уақытында қарыз алсаңыздар, және ажырасқан сәтте қарызды әлі қайтармаған болсаңыздар, қарыздар да екіге бөлініп қайтарылу керек, заңына келетін болсақ. Әрине енді еркек өз мойнына алып, шынымен мына қарыздар мен өтеймін десе, нұр үстіне нұр. Бірақ кейбір жағдайларда ер адамдар жаңағындай мойнына алмай жатады, төлемеймін қарызды деген сияқты. Болмаса керісінше әйел адам қарыз алады да еркегіне айтпайды, өзінің жұбайына айтпайды, өзінің керегіне жұмсайды. Бірақ ажырасқан кезде айтады, менің 1-2 миллион қарызым бар, міне расписка, қолхат. Сондықтан бұл қарызда 50-ге 50 бөлінеді деген. Түсіндіңіздер ғой? Бұл кезде қарызды бөлінген кезде түсіну керек. Қарызды алды, қарызды алғаннан кейін ол жалпы отбасылық мұқтаждыққа жұмсалды ма, жұмсалмады ма, соны анықтау керек. Егер отбасына жұмсалған болса, әрине ол қарызды да бөліске түсіруге болады. Яғни отбасына жұмсалған дәлелдеуіңіз керек. Несие де солай. Егер несие алсаңыз, ол несие сіздің отбасыңызға жұмсалғаны негізі дәлелденуі керек. Және несие алдыңыз, және несиеге сіз көлік алдыңыз отбасына, үй алдыңыз отбасына, болмаса мебель алдыңыз үйге деген сияқты. Сөйтіп бұл отбасына жұмсалу керек. Егер жеке өз басына жұмсалатын болса, несие әрине соттасып отырып, дәлелдеп қана жаңағындай бұл несие жеке өзінің басы үшін алды, және отбасына жұмсалған жоқ деп уәжіңізді айтып, соны дәлелдеп, сот ұтып кетуге болады екінші тарапқа. Бірақ енді ондай болу үшін дәлелдемелердің жиынтықтары болу керек. Сондықтан егер несие алып жатсаңыздар, естеріңізде болсын, несие де ажырасып жатсаңыздар, ол да бөліске түседі. Егер жалпы сұрақтарыңыз болса, менің номерім YouTube-та да тұр, Instagram-да тұр, заңгер төменгі сызықша Марғұлан. Хабарласыңыздар, көмектесуге дайынмын. Сіздермен болған заңгер Шыныбаев Марғұлан. Подписка, лайк, комментарий сіздерден.